Сәлем достар. Мынандай керемет өзіміздің қазақтың нағыз ұлттық тағамын, бешбармақтың қалай жасалуын бүгін менімен бірге болыңыздар. Видеомды басынан бастап соңына дейін көріңіз. Міне достар, осындай бешбармағымды қалай жасап жатқанымды сізге көрсетейін. Мінекей мынау сол етіміз, жамбасымыз. Су қоямын, бұны әдемілеп мен жуып әбден тазалап алдым да сөйтіп қазанға салдым. Енді су құямыз. Суын көбірек құямын қазір. Сөйтіп отын жағып, бұл енді жылқы еті болған соң 1-2 сағат қайнатып аламын. Мінекей етіміз әдемілеп жақсылап қайнап жатыр. Бетіне майы шыққан. Қазір майын аламыз. Пиязын турап дайындап қойдым. Қазір мен сол майын аламын бетіндегісін. Мінекей майын құйып алдық. Әдемілеп күштілеп тұрып. Енді қазір сорпамызды әдемілеп сапырып жібереміз. Бұрын кезде осы сорпа сапырылмаса, келген қонақ сорпаңды сапырмадың деп ішпей қойған екен. Сол үшін қазір сорпамды әдемілеп сапырып жіберем. Сапыру керек екен негізі. Қазақтар бұрын кезде осы әжелеріміз сапырдық. Енді қазір бұған картошка, морковь ашып дайындап қойған міне. Осынды салып жіберем. Картошка. Картошка, морковь салып жібердім. Мінекей сорпамыз қайнап жатыр. Азырақ негізі мынау тұздалған ет болған. Осы уақыт үшін тұз салмадым. Әбден әдемілеп пісіп алсын деп кішкене. Енді міне азырақ тұз салатырмын. Тұз салып, тағы да неғып жіберем да, сапырып жіберем да. Сосын осы сорпаның өзінен азырақ сорпа алып, мен қазір қамыр илейін деп жатырмын. Қамыр илеймін. Қазір құйып аламын азырақ. Сол жетеді бізге. Міне достар, жаңа құйып алған сорпамыз бар ғой. Мен соған қазір қамыр илеймін. Ешқандай су қосқан жоқпын. Сол еттің сорпасына негізі қамыр илесеңіздер өте дәмді болады қамырыңыз. Міне сол сорпамыз, қамыр илеуімізге міне. Сол сорпаның суы, тұз, бір жұмыртқамыз, ұнымыз. Ал кеттік ендеше қамырымызды илеуге. Бірінші тұзымыз, сосын жұмыртқа. Осы жұмыртқаны әдемілеп араластырып алайық. Сүзекпен. Араластырып алдық. Енді ұнымызды қосамыз. Енді әдемелеп ұнымызды араластырып
илеп аламыз жақсылап, июн қандырып. Қазір қолым тап-таза, қазір қолмен илеймін ары қарай. Тек қана өз қолмен илеп жүргенмін. Шын айтқанда, перчатканы мынау дегенде кие алмаймын. Қолым таза болған соң қолыммен илеймін. Жақсы, енді ары қарай қолмен илеп, әдемілеп, қазір июн қандырып қояйын. Мінекей жақсылап июн қандырып иледім. Енді бір 10 минутқа бұны июн қансын деп жауып қоямын. Мінекей картошкалары пісті. Сүзіп аламыз. Картошкаларымды. Мінекей 10 минуттай ұстадық қамырымызды. Жақсылап қанды. Мінекей қамырымызды күлше қылып алдым, жуалағып. Енді осыны әдемілеп қазір жаямын. Мінекей қамырымызды әдемілеп жұп-жұқап жайып алдым. Енді осыны кәдімгі бешбармаққа ұқсатып мен қазір кесемін. Мінекей бұлай орап алдым да оқтауға. Енді бұлай кесіп жатырмын. Оқтаудан мені бұлай, бәрін бұлай кесіп алдық. Енді оны тағы бұлай кесіп аламыз. Бұлай кесіп аламыз мен бәрін. Осылай. Мінекей. Осылай кесіп кете береміз. Мінекей еті де пісті. Етін алып қазір. Етін аламыз. Мінекей етін алдық. Мінекей суын толтырып құйып алдық. Енді қайнағанша бұның бетін жауып қоямыз. Мінекей су қайнады. Енді қамырымызды саламыз. Барлық қамырымызды осылай салып аламыз. Қамырымыз пісіп болды, мен түсіріп аламын. Мінекей қамырымызды түсіріп алып жатырмыз. Мінекей қамырымыздың бетіне пияз сорпасын себейік. Мінекей бешбармағымыз дайын болды. Бәрін етін салдым. Сәбіздерін бәрін салып, мінекей. Ал енді ас болсын.